Павлодар облысында 40 жаңа мамандық белгіленді. 15 өңірлік колледждің негізінде 25 пилотты оқу бағдарламасы жаңартылып жатыр. Павлодар өңірінде оң нәтижесін бергендіктен бағдарламаға енгізіліп, бөлек жоба ретінде жүзеге асырылып жатыр. Бүкіл региондарға масштабировать етіп жатыр. В этом году по поручению Акимовской области мы 100% сделали. Все молочные, мясное, мелкие, рогатый скот, все будут получать субсидии на корма. 210 адам жұмыстан тартылды, 11 адам қайтарымсыз грантпен несиелерге берілді. Солтүстік орталық Қазақстан бойынша бензинмен қамтамасыз ету, енді басқа да осы бензиннің түрлерінің бәрін қазір шығаруға толықтай уәделерін беріп отыр. Это специалисты и готовая продукция. То есть фактически вы вместе с колледжем выпускаете продукцию. Совершенно верно.